Жұлдызай Дүйсенбаева «Әнмен бар» бағдарламасына сұхбат берді. Ол әзілкеш Нұрзан Төлендиевтің екеуінің арасында жасырған бала бар екенін айтты. Бізді махаббат байланыстырады, себебі арамызда балалар бар. Не ойлап отырсыз мысалы сіз? Ол бізді қоя берші, халға айтып жатыр, екеуі қайттан қосылыпты ғой деп. Осындай перзент сыйлаған адамға әке шешең кеткеннен қатын жан болып бұрадым. Олай емес енді. Өмірімде бір жағынан. Май уже қоштасып келдім. Жоқ, Мұрат бүгін жүргізіп жүріп, мен жақсы болып отырмын. Күшті айта алмаймын енді. Рахмет, қолың дерт көрмесін, Алла разы болсын. Алла шифасын берсін. Жатып алып сөйледі демеңіздер, прям күшті болып жатырмын, кішкене жата тұру керек екен де. Шыдай алмай уже бөлісіп жатырмын ғой сіздермен. Ем болсын, Алла шифасын берсін. Рахмет, Мұратжан. Понедельник var. Ne dedim? Жұлдызай понедельник. Неге понедельник var? Фамилияң кім сен? Дүйсенбиева. Орысшасын деп болады, Дүйсен. Дұрыс. Оның үстіне бізде кез келген мемлекеттік үлкен концерттерде орыс тілі қосылмаса, орыс тілі араласпаса, ол концерттің деңгейі төмен болады. Біздің концерттің деңгейі жоғары болсын деп, гламурный русский язычный болып естілсін деп әдейі, богатый естілсін деп әдейі орысшалап айтып жатырмыз. Құстың қос қанатындаймыз, жүректе от жанып, тауларды бетке алып, бір ұшып барамыз болашаққа.